Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыз 72-ші сабақ бас әріптен басталып жазылатын сөздер дейді. Бірінші жаттығу мәтінді оқу дейді. Бәсіре. 6 жасар Ансар атасымен қонаққа келді. Дастархан жайылып, қымыз құйылды. Ансар мен Бекжан далаға ойнауға шықты. Бекжан жуас құнанды Ансарға көрсетті. Мынау қара қасқа құнан менің бәсірем деді. Кел мінемін. Мін деді. Мен бұрын атқа мініп көрген жоқ, деді Ансар. Онда маған мінгесіп ал, деді. Ол қарақасқаны тасқа жақын әкелді. Бекжан Ансарды құнанға мінгізді, дейді. Әбдібай табылды деген ағам жазған екен. Бәсіре деген ұл балаға берілетін құлын немесе бота екен. Құнан 2 жасар жылқы. Мәтін не туралы? Мәтін бәсіре туралы, иә? Ансар қайда келді? Атасының үйіне қонақ келді. Ол кіммен ойнады екен? Бекжанмен ойнады, иә? Мәтіннен сөйлем ішіне бас әріптер басталып жазылған сөздер тап, олар неліктен бас әріппен жазылды дейді. Бұл жерде Ансар, Бекжан, иә? Осылар бас әріппен жазылып тұр. Қарақасқа деген аттың аты. Балалар, адамның аты. Кім деген сұраққа жауап береді, ол бас әріппен жазылады, иә? Ат, су аттары, адам аты. Сосын тау, қала бас әріппен жазылады екен, иә? Өзен, көл, солар бас әріппен жазылады. Үй хайуанаттары мен жануарларына қойылған аттар бас әріппен басталып жазылады. Ақтөс, Мойнақ, Байшұбар, иә? Екінші жаттығу жаңылтпашты тыңдап көркем жаз дейді. Айбар тай бақты. Мойнақ қой бақты. Айбар тай бақты. Мойнақ қой бақты дейді, балалар. Балалар, үшінші жаттығу сурет. Қара жануарлардың аты қандай әріппен басталатын жазылады дейді. Бұл құлагер бас әріппен жазылып тұр, аттың аты. Бұл сыртан бас әріппен жазылады екен. Бұл аймүйіз. Балалар, сіздерге жаңа түсіндіріп айтқандай, жан-жануарлардың аты, иттердің аты, иә? Жан-жануарлардың аты бас әріппен жазылады екен, иә? Адамның аты, өзен, көл, қала, осылар бас әріппен жазылады. Аттары. Мысалы, Тараз деген бас әріппен жазылады. Балқаш деген бас әріппен жазылады, иә? Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.